Тәкуир сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Күн оралып, сәулесі сөнген кезде, жұлдыздар бытырай төгіліп, жарығы өшкен кезде, таулар жылжытылған кезде, буаз інгендер секілді ең қымбат малдар да тәрк етілген шақта, жыртқыш аңдар қойдай иіріліп Алланың құзырына жиналған кезде, теңіздер өртке оранып бұрқ-сарқ қайнаған кезде, тірі жан атаулы, жақсы мен жақсы, жаман мен жаман болып қосақталған, және рухтар мен тәндер қайтадан қосылып жұпталған кезде, тірідей көмілген қыз сәбилерден қандай кінәсі үшін өлтірілгені сұралған кезде, амал дәптерлерінің парақтары айқара ашылған кезде, аспан түріліп бар сыры ақтарылған кезде, жаһаннам жалыны қызған үстіне қызған кезде, жәннат тақуа жандардың кіруі үшін жақындатылған кезде, әне сонда әрбір жан өз үшін не әзірлеп қойғанын анық білетін болады. Күндіз жасырынатындарға, яғни күн шыққанда көзден ғайып болатын аспан денелеріне серт, түнде қайтадан пайда болып, кейін қайта жасырынатындарға аспан денелеріне серт, сейіле бастаған қараңғы түнге серт, тыныс алып ата бастаған таңға серт. Шын мәнінде, Құран аса қадірлі, өте күшті әрі арштың иесі, Алланың құзырында мәртебесі өте жоғары болған ардақты елші Жәбірейіл періште жеткізген сөз. Ол, қарамағындағы жәрдемшілері өзіне қалтқысыз бағынатын, Алланың бұйрығын орындауда толық сенімді әрі уақи аманатына да ерекше адал періште. Сондай-ақ біліп қойыңдар, бұл достарың, яғни өз араларыңда туып өскен Мұхаммед пайғамбар жын ектеген жан емес. Ол уақи әкелген Жәбірейіл періштені ап-айқын көкжиектен көрді. Ол ғайыпты, уақиды, ғайыптан келген ақиқат хабарларды сендерге жеткізуде сараңдық танытушы да емес. Яғни ол өзіне келген барлық уақи мен бар ақиқатты сендерге бүкпесіз толық жеткізетін сенімді елші. Ол Құран, Алланың рахмынан мәңгілікке қуылған шайтанның сөзі емес. Ендеше, осынау ақиқаттан сырт айналып, қайда бет алып барасыңдар? Ол Құран, күллі ғаламға, бар жаратылыс үшін насихат әрі ескерту, әсіресе араларыңдағы тура жолды тауып, сол жолда жүргісі келетіндер үшін. Расында, күллі ғаламның Раббысы қаламайынша, сендер ештеңе де қалай алмайсыңдар.